Бақытты ана болудың 10 ережесі. Сіз анасыз немесе ана боласыз. Қазақ қоғамында ананың рөлі әрдайым ерекшеленіп тұрған. Себебі ұл баланың да, қыз баланың да дамуы, өсуі, жетістікке жетуінің немесе жеңімпаз болуының басты себепкері анасында. Бұл видеоны тыңдамас бұрын өзіңізге ыңғайлы орынға жайғасып, бар зейініңіз бен назарыңызды осының мазмұнына беруіңізді сұраймын. Құрметті оқырманым, лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, маған қолдау көрсетіп жүріңіздер. Бірінші ереже. Мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. 4 сөзден тұратын сөздің құдіреті өте мықты. Өзіңіздің ұл қызыңызға әрбіреуіне жеке мен сені жақсы көремін деп күніне бірнеше рет айтып шығыңыз. Бұл 4 сөзден тұратын сиқырлы сөздің құдіреті сіздің балаңызды атақты ғалым, әлем чемпионы, мықты кәсіпкер немесе шығармашылықтың шыңына шыққан жан етуі әбден мүмкін. Себебі бұл 4 сөздің өзі балаңыздың алдындағы үлкен белестерді жоқ қылады. Мен сені жақсы көремін деп әрбір ұл қызыңызға күніне бірнеше рет айтып жүру. Екінші алтын ереже. Мен сені жақсы көрмей қалдым. Мен сені енді жақсы көрмеймін. Себебі сен бірдеңе бүлдірдің. Бала еститін ең ауыр сөздердің бірі. Бұл сөзді естіген балаңыз бірден стресстік жағдайға түсіп, тұла бойын қорқыныш билейді. Өз балаңызға мен сені жақсы көрмей қалдым, немесе енді мүлде жақсы көрмеймін деп ешқашан айтпаңыз. Сіз балаңызға қанша ұрыссаңыз да, ештеңеге қарамастан сізді жақсы көріп тұрады. Балаңыз, мама мені жақсы көреді, ол маған өтірік айтып тұр, деп ойлап, кейін сіздің сөзіңізге мүлде мән бермейтін болады. Яғни сізге тапсырма. Мен сені жақсы көрмей қалдым деп мүлде айтпау. Үшінші ереже. Көңіл күйіңіздің құрбаны. Өмір болғасын бір күннің ішінде әртүрлі көңіл күйде жүреміз. Таңды өте жақсы көңілмен бастасақ, кешкісін ызалы болмыз ғажап емес. Алайда сіздің жаман көңіл күйіңіз балаңызға мүлде әсер етпеу қажет. Жұмыстың немесе тұрмыстың кесірінен көңіл күйіңіз түсіп кету мүмкін, немесе өте ызалы жүруіңіз мүмкін. Дәл сол кезде жаман көңіл күйіңізді өз балаңызға бағыттамаңыз. Себебі балаңыз әрдайым сіздің назарыңызда болғысы келеді. Ал егер көңіл күйіңіз нашар сәттерде балаңызға айғайлап немесе ұрысып тастасаңыз, балаңыз сізден қорқып, болашақта сыртқы әлемге жабық адам ретінде қалып қою мүмкін. Сізге тапсырма. Көңіл күйіңіз нашар сәтте балаңызға назар бөліп, бірге ойнап, балаңыз үшін көңіліңізді көтеруге тырысыңыз. Төртінші ереже. Уақыт бөліңіз. Балаңызбен бірге уақыт өткізуді дәстүрге айналдырыңыз. Білемін, көбіміз жұмыстан немесе кәсіпкерліктен қолымыз босамай жатады. Бірақ балаңыздың болашағы үшін кемінде 1 сағат балаңызға уақыт бөліп бірге ойнаңыз, немесе пайдалы нәрселермен шұғылданыңыз. Мысалы, тіпті уақытыңыз аз болса, ыдыс жуып немесе тамақ пісіріп жатқанда балаңызды қасыңызға алып бірге әңгіме айтыңыз. Көмек сұрасаңыз да болады. Себебі балаңыз сізден алған вниманиемен қуанып жүруі мүмкін. Көңіл күйі көтеріңкі бала сізді міндетті түрде өзінің ерекше қылықтарымен сізді де қуантады. Тапсырма. Балаға уақыт бөлуді міндет емес, балаңыздың болашағына инвестиция ретінде қараңыз. Бесінші ереже. Шамадан тыс назар аудару. Балаңызға әрдайым сіздің назарыңыз, вниманияңыз керек. Себебі бұл балаға ерекше күш береді, бала өзін сенімді ұстайды. Алайда шамадан тыс внимание балаңызға кері әсерін беруі мүмкін. Егер сіздің балаңыз
оны сүйгенін немесе құшақтағанын қаламаса, оны қинап сүйіп немесе құшақтаудың қажеті жоқ. Шамадан тыс внимание балаңыздың бойында қырсықтықты, еркелікті және тек өз қалағанын жасатуға әкеліп соғады. Балаңыздың бойындағы еркеліктің шамадан тыс болғаны үлкен өмірдегі дұрыс қалыптаспауына әсер етуі мүмкін және жастайынан бала ненің дұрыс бұрыс екенін түсінбейді. 6-шы ереже. Шартсыз махаббат. Балаңызға мотивация берем деп шарт қоймаңыз. Себебі шартты жағдайда жүрген бала стрессте жүреді. Мысалы, егер сен сабақтан 5 алып келсең, мен саған шоколад әперемін, немесе сен бүгін жыламасаң, саған балмұздақ әперемін деген секілді. Шарт қою балаңызға белгілі дәрежеде оның бостандығын шектеп жатқан секілді болып көрінуі мүмкін. Балаңыз шартты орындамаймын деп стресске түсіп, сіз қойған шартқа мүлдем жете алмауы мүмкін. Сондықтан шарт қою туралы көп ойламаңыз. Мысалы, балаңыз спортқа барып жүрсе, сен чемпион болмасаң да, мен сені жақсы көремін деп шартсыз балаңызды қолдап жүріңіз. 7-ші ереже. Жеке пікірін тыңдаңыз. Балаңыздың жеке пікірін тыңдай білу өте маңызды. Себебі бала өзінің ойын фобиясыз еркін түрде айтуы, ойын қорқынышсыз еркін түрде көпшілікке жеткізе алуы үлкен өмірде өте маңызды қабілеттердің бірі. Баланың пікірі дұрыс немесе дұрыс емес деп бөлінбейді. Ешқашан аузыңды жап, саған ешкім сөз бермеді деп айтпаңыз. Себебі бала жастайынан оның пікірінің салмағы жоқ екенін түсініп, көп жағдайда өз ойын ортаға салудан қысылатын болады. Жалпы өз балаңызға өзіңіз назар аударып, тыңдап қарасаңыз, көп нәрсені түсінесіз. Және бұл балаңызбен еркін, дос түрінде қарым-қатынас құруға апарады. Ақылшы емес дос. Көптеген ата-аналар өз балдарына ақыл айтуды жақсы көреді. Әрине, дұрыс орынды ақыл баланың өмірінде орынды өзгерістер алып келуі мүмкін. Алайда, таңнан кешке дейін шамадан тыс ақыл айту баланың өзіне деген сенімділігін азайтады. Тіпті өз балаңыздың көзіне жек көрінішті болып көрінуіңіз ғажап емес. Ақылшының орнына дос болуға тырысыңыз. Яғни, балаңыздың пікірін тыңдап, оған белгілі бір деңгейде сыйластық көрсетіп, онымен бір деңгейде әңгіме айтып, көңілін ауласаңыз, балаңыз сізге сенімділікті қалыптастырып, ешқашан өтірік айтпайтын болады. Тапсырма. Ақылшы емес, балаңызбен дос болыңыз. 9-шы ереже. Заманауи ана. Көптеген аналарда дәл осы жерде ыңғайсыздық басталады. Себебі бұл менің образыма келмейді, мен анамын деген пікір туындауы мүмкін. Алайда заман тез өзгеріп жатыр. Жаңа технологиялар шығып, ақпараттың ағымы жылдам. Сол үшін заман талабына сай ана болуға тырысыңыз. Мысалы, балаңыз мама тикток түсірейік десе, бірге ойнап күліп балаңызбен тиктокқа түсіңіз. Тіпті балаңыз смартфондағы қандай ойындарды жақсы көреді, неліктен жақсы көреді деп сұрап біліп жүріңіз. Екі ұрпақтың адамы бір деңгейде бір-бірімен тіл тапса, көп проблемаларыңызды алдын ала шешіп тастадыңыз деген сөз. Тапсырма. Заман талабына сай, крутая, мощная, позитивная, сондай мама болыңыз. 10-шы соңғы алтын ереже. Әрдайым ізденісте болыңыз. Тәрбиелі ұрпақ өсіру жолында әрдайым ізденісте жүріңіз. Бала тәрбиесіне қатысты көп оқыңыз, білім алыңыз. Себебі бала тәрбиесіндегі техникалар мен методикалар заман талабына сай әрдайым өзгеріп отырады. Мысалы, қазіргі балаларға физикалық, дене шынықтыру жаттығуларын жасату қиын. Смартфонды қолынан тастағысы келмейтін бала жүгіріп секіргісі келмейді. Ал біздің кезімізде көп аналар өздерінің баласын сырттағы ойыннан ішке кіргізе алмайтын еді. Екі ұрпақтың айырмашылығын сезіп тұрсыз ба? Сондықтан әрдайым білім жолында болыңыз. Құрметті ана және болашақ ана. Осы 10 ережені ұстансаңыз, балаңыз екеуіңіздегі
қатынасыңыз міндетті түрде керемет деңгейде болады. Соны әрбіреуіңізге тілеймін. Сәттілік. Құрметті оқырманым, видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларда кедейліктің 5 себебі атты сізді кедейліктен алып шығатын 5 мықты әдісті айтып өтетін боламын. Міндетті түрде көріңіз.